Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен? Денсаулық туралы ең пайдалы арнаға қош келдіңіз. Қалампырдың небар екі бүршігін жесеңіз, сіздің ағзаңызда не болатынын білгіңіз келе ме? Ол сіздің ас қорыту жүйеңіздегі қатысты ауруларды емдеп, ағзаңызды қалыпқа келтіріп, тіпті ісікпен күресуге көмектеседі. Бұл қалампырдың емдік қасиетінің бір кішкентай ғана бөлігі. Ары қарай бұл таңғажайып қасиеттерге бай дәмдеуішті қалай денсаулықты емдеу үшін тұтыну керектігін білгіңіз келсе, біздің арнаға тіркеле отырыңыздар. Ең алдымен қалампырдың не екенін біліп алайық. Қалампыр Индонезиядағы Малука аралындағы мәңгі жасыл ағаштарда өсетін хош иісті бүршіктер. Қалампыр әлемдегі ең сүйікті және танымал дәмдеуіштердің бірі. Қалампыр мен оның майы Қытай мен Үндістанда 2000 жылдан астам уақыт бойы қолданылып келеді. Бүгінгі күні оны тұтастайды, ұнтақталған түрін сатып алуға болады. Тұтас бүршіктері хош иісті әлдеқайда ұзақ сақтайды. Оның шығатын хош иісінен бөлек, ол витаминдерге, минералдарға, антиоксиданттарға бай. Барлық осы тамаша компоненттер денсаулыққа көптеген пайда әкеледі. Қалампырдың құрамындағы минералдар темір, калий, кальций, магний, фосфор, цинк, ал витаминдер С, В6, В12, А, Е, Д, К, рибофлавин, ниацин, полиқышқыл және тиамин. Сонымен қатар ғалымдар қалампыр экстрактынан флавоноид, этанол, тинол, эвгенол, бензинол сияқты биологиялық белсенді заттарды бөліп шығарды. Ал енді назарыңызға күніне 2 қалампырдың денсаулыққа тигізетін таңғажайып әсерлерінің кейбір ғана ұсынылады. Қалампыр иммундық жүйені нығайтады. Денедегі инфекциялармен күресуге көмектесетін қандағы лейкоциттер санын көбейту арқылы қалампыр иммунитетті сақтаудың ең жақсы тәсілдерінің біріне айналады. Және барлығы осы дәмдеуіште өте көп болатын С витаминінің арқасында жүзеге асады. Соңғы кезде вирустың түрлері көбейіп барады. Сондықтан қалампыр әрдайым қалталарыңызда жүргені дұрыс. Тамағыңыз ауыра бастаған кезде бірден 2 бүршіктің бас жағын ажыратып, тіліңіздің астына салып қойыңыз. Сонда тамағыңыздың ауырғаны бірден кетеді. Қалампыр ас қорыту ауруларына көмектеседі. Қалампыр ас қорыту жүйесіндегі аурулар үшін қолданылады, өйткені ол ферменттердің өндірісін арттырады. Лаос университетінің фармакология колледж факультеті өз зерттеулерінде қалампыр сығындысы асқазан жарасын емдеуде көмектесетіні және тіпті әртүрлі жараға қарсы препараттарға ұқсас әсер ететіндігін дәлелдеді. Ол сонымен қатар газды кетіреді және жүрек айнуын азайтады. Асқазандағы аурулардан арылуға көмектеседі және іш қатудың алдын алады. Ас қорыту мәселелерімен күресудің ең жақсы жолы ұнтақ түрінде ұсақталған немесе балмен араласқан қалампырдың бүршіктерін ішке қолдану. Қалампыр тіс ауруын басады. Қалампырдың жергілікті анестетикалық қасиеті бар. Егер сізде кариес болып немесе тісіңіз ауырса, тіс дәрігеріне жеткенше ауырсынудан құтылу үшін бүршікті ауырған жерге басып ұстаңыз. Қалампыр бауырдың саулығына пайдалы. Бауыр организмнен токсиндер мен химиялық заттарды кетіреді. Сонымен қатар дәрілік заттардың сіңуіне көмектеседі. Қайырдағы тағамдық зерттеулер бөлімі қалампыр майындағы эвгенолдың бауыр қызметін жақсартатын анықталған зерттеулер жүргізді. Бұл денедегі ауырсынуды, қабынуды азайтады. Эвгенол қалампырдың энергетикалық және қабынуға қарсы қасиеттеріне жауап береді. Бас ауруына қарсы да осы дәмдеуішті қолдануға болады. Олардың күшін өз бетіңізше сезіне аласыз. Ол үшін 2 әдісті таңдауға болады. Ішкі және жергілікті. Ішке қабылдар болса, қалампыр ұнтағын кристалл тұзына сүт қосып бас ауруына қарсы ішіңіз. Егер сіз жергілікті қолдануды ұнататын болсаңыз, онда бүршіктерді кокос майына малып, ауырсынуды жеңілдету үшін оларды ауырсынатын жеріңізге жағыңыз. Сүйектер мен буындарға жақсы. Қалампырдың құрамында флавоноидтар, эвгенол, марганец сияқты сүйектер мен буындарды нығайтуға көмектесетін элементтер бар. Бұл заттар сүйектің тығыздығын арттырады. Сүйектің өсуіне қатысады және пайдалы минералдардың мөлшерін арттырады. Ал марганец миға жағымды әсер етеді. Қалампырдың бактерияға қарсы қасиеті бар. Буэнос-Айрес университетінде қалампырдың шек таяқшасы Эйкли және алтын стафилококк сияқты ауыр бактерияларға қарсы қасиетін алған. Зерттеулер қалампыр майының оларды бұзатынын көрсетті. Шай ағашы майынан,
насыбай гүлден және қалампырдан табиғи жолмен жасалған ауыз шаюға арналған рецепт өте кең таралған. Бұл шайғыш тіс иектерін емдейді және 21 күннен кейін тістерді кір менен бактериялардан тазалайды. Сонымен қатар бір кіші қасық қалампырды жарты литр суға қайнатып, оны тамшы түрінде көзге күніне 3-4 тамшыдан құйып тұрса, көзді конъюнктивиттен емдеуге болады. Қалампырдың шашқа пайдасы. Қалампыр шаштың өсуін тездетеді және шашқа ерекше жылтыр береді. Ол үшін бір кіші қасық иісті бұрышқа бір қасық корица және оған жарты қасық қалампыр ұнтағын қосып 250 мг қайнаған ыстық суды 1 сағатқа құйып қою қажет. Осы тұнбамен жуылған таза шашты шаю керек. Шашыңыздың қандай жылтыр болып өскенін өзіңіз де көресіз. Қалампыр рак клеткаларын жоятын қасиетке ие. Дүниежүзі ғалымдарының бірігіп жасаған зерттеулерінің нәтижесінде қалампыр сығындысы қатерлі ісіктің өсуін тоқтатуға көмектесетінін және тіпті адамдардың кейбір қатерлі ісік жасушаларында, соның ішінде өкпенің, сүт безінің және аналық бездердегі қатерлі ісік жасушаларын жоятындығы дәлелденді. Қалампырдың құрамындағы ғажайып зат эвгенолдың ісікке қарсы қасиеттері бар екені анықталды. Бірақ абай болыңыз, эвгенол жоғары мөлшерде улы болуы мүмкін. Жаңа шөптік препаратта немесе алдын ала дәрілерді қабылдау алдында дәрігермен міндетті түрде кеңескеніңіз жөн. Қалампыр антиоксиданттарға толы. Қалампыр полифенолдардың ең бай көзі болып табылады. Полифенолдар бұл өсімдіктерде кездесетін химиялық заттар. Олар біздің қан қысымын төмендетеді, қан тамырларының қызметі менен икемділігін жақсартады, өмірді ұзартады. Антиоксиданттардың адам өміріндегі маңызына көңіл бөлу тиіс. Олар қатерлі ісік, жүрек ауруы және артрит сияқты созылмалы қабынуды тудыруы мүмкін. Ал қалампыр болса, өз кезегінде радикалдардан қорғаныс пен тұрақтылық деңгейін қамтамасыз етеді. Антиоксиданттардың жұмысының маңызды бір бөлігі бос радикалдарды денеге зиян тигізбеу үшін бейтараптандыру болып табылады. Қалампыр қандағы қантты реттеуге көмектеседі. Қалампыр қандағы қант проблемалары, соның ішінде қант диабеті бар адамдарға көмектеседі, өйткені ол инсулин сияқты әсер етеді. Бұл дене жасушаларындағы қандағы артық қантты кетіруге көмектеседі. Глюкоза деңгейін қалыпқа келтіреді. 2006 жылы қант диабетімен ауыратын науқастар 30 күн бойы күніне белгіленген мөлшерде қалампыр жеген зерттеуде ғалымдар қалампырдың аз мөлшерін тұтыну диабеттің өршу қаупін азайтады деген қорытындыға келді. Пакистандағы Карачи университетінің халықаралық химия және биологиялық ғылымдар орталығының ғалымдары қалампырдың инсулин өндірісін арттырып қана қоймай, оның өндіретін жасушалардың жұмысын жақсартатындығын анықтады. Қалампыр әйелдерге етеккір циклінің дұрыс келуін қалыптастырады, ал ер адамдарға күш-қуатын арттыруға көмектесетін қасиетке ие. Алайда қалампырды аяғы ауыр әйелдерге мүлдем тұтынуға болмайды. Себебі ол жатырдың тонусын тудырады. Сонымен қатар қалампырды 7 жасқа дейінгі балаларға, емізетін аналарға, асқазанда ойық жарасы бар адамдарға, жүйке жүйесінде ақауы бар адамдарға және жүрек тамыр ауруы бар адамдарға тыйым салынады. Қалампырды қалай сақтаймыз? Қалампыр бүршіктерін немесе ұнтақтарын жабық шыны ыдыста жарық түспейтін жерге сақтау керек. Мұндай жағдайда өз құрамын бүршік 1 жыл сақтаса, ұнтақ жарты жыл сақтап тұрады. Ал егер тоңазытқышта ұстайтын болсаңыз, сақтау мерзімі одан да ұзарады. Ал егер қалампырды ас үйде тамаққа қалай қосуды білгіңіз келсе, пікір қалдырыңыз және осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге көп рахмет. Дендеріңіз сау болып, өмірлеріңіз қуанышқа толы болсын. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.